емес, суықта емес, шілденің дәл ортасы. Бүршігін лақтырып, қанша құласаң да ауырсынбайсың. Қанша құласаң да жабырылмайсың. Біздің арамызда менен екі-үш жасар бала, Тортай атты бала болушы еді. Оның құлағында мүкісі бар еді, қой аузынан шөп алмастай еді. Тортай мені дос ретінде өте қатты жақсы көреді. Және де жанынан бір елі қалдырмайды. Менің әкем негізінде ферма меңгерушісі. Сондықтан болар, үйде ішіп-жем өте мол еді. Мен көп деген тағамдарды Тортайдың үйіне апарып беретінмін. Ал ол болса, менімен тек тамақ үшін дос болмайды. Өйткені ол адал дос. Ол маған керісінше, маған тамақ әкелуіңді қой деп дүрсе кететін. Ол өте момын бала, және де құлағы жақсы естімейді. Сондықтан болар, ол көптеген балалармен араласпайды. Тек менімен ғана ағыл-тегіл әңгіме құрып отыратын еді. Бір күні мен Тортайдың үйіне барып, Тортайды іздесем, Тортай үйінде жоқ екен. Бір төбенің басындағы үңгір бар. Сол шетте болар деп барып көріп едім. Сол үңгірдің ішінде кішкене лапылдаған от көрінді. Оған жақындай барып едім. Жақындай барған кезде Тортай отыр екен. Тортай маған айтты, үйіңе қайт, әке-шешең әйтпесе маған ұрсады деді. Бірақ мен сонда да қоймай қырсығып отырып алдым. Ал әке-шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді, дедім оттың шаласын асырып. Қайтасың, деді ол міз бақпай. Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын. Қайтасың? Бір көзі жайнап, астындағы жақпар тастарды тебініп қалғанда. Ар жағындағы шатқалға құлап кетті екен деп зәре күтім қалмады. Ақбозат демекші, түсімде көк өгізім арғымақ болып жер тартынып кісінеп тұр. Оның несі екен деп бұзаулармен бірге қаперсіз оттап жүрген өгізіне күн санап қарадым. Тортай, сен түбі сол Ақбозатқа несің, дедім мен шын көңілмен. Қайдам, деді ол тастан тасқа секіріп, төмендегі түсіп бара жатады. Қайдан білейін, әкем марқұмның тақымы қотыр атқа тимей кетіп еді, қайдан білейін? Күз жақындап, ауыл жайлаудағы барлық бала оқуға кетеді. Тек Тортай ғана ауылда мал бағып қалады. Мен оны өзімен бірге алып кете алмайтыныма қатты жыным келді. Тортай маған кетер алдымда ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып, оқы, мен үшін оқы. Сен маған Ақбозатты аларсың деді. Бірақ сенің өз Ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз бұйырған. Онда мен саған өз Ақбозатымды сыйға тартамын.